Жалпақ скотчы бар, нән. Сонымен басынан ұрады, басқа жерде ұрмайды. Және 2 сағат сайын ұрып тұр, 2 сағат. 2 сағат сайын келіп жұдырығымен маңдайынан ұрады дейді жаңағы, миымды айналдыру үшін. Көнбей отырдым дейді, содан бір кезде түнде туалетке бардым дейді. Ана апарып кет дейді, туалетке бардым деген. Сол кезде қайшыны ұрлап алдым дейді жаңағы, істігетін қайшыны. Әкеліп тығып қойып, сосын таңға жақын анау ұйықтады деген кезде терезені ашып, қолындағы скотчтарды шешіп, қайшымен аяғымы шешіп, терезеден одеялмен секіріп түстім. Таңғы 4:15-те ма 20-да ма қасындағы інісінің үйіне қашып келеді. Шешем Асылхан деген інісі іргелес екеуі. Сол 4:30-да да қалы маған соғып тұр, сол қашып келді деп. Сол енді барып айтты. Соның таңертең 7-де барып мен сөйлесіп, видеоға түсірдім, милицияға бардық. Милиция да жаңағы түсініктемелерін алды. Біздегі біресе миял қалып барамыз деді. Сол кезде ол ана Қанат деген баласымен келіні келесі бөлмеде отыр екен. Келінді көрген жоқ, мен туалетке апаратқанда жаңағы келін көріпті ағамыз. Ал Қанат естанда отыр. Байлап қойған расыма шешіп, көріп қалып тағы байлайын деп байлатпадым енді айғайлап. Сағат 2-лерде күндізгі сағат 2-лерде күндізгі. Мен қашуға ойландым мен терезеден. Сөйтіп терезе аласа ғой, торды алып тастап, енді терезенің алдында отыр едім жаңағы. Шығып қашайын деп келіп қалды. Келіп қалды, тағы ұрып, тағы жатып тастады. Құлап кеттіңіз? Иә, ол анау терезеден арқаммен құлап түстім жерге. Содан енді Ештеңе берген жоқ, тамақ? Тамақ жоқ, ол тамақты айтпа, тамақ бермеді тәсір. Сіздер немерелерін араластырмай тұр. Кіргізбей тұр, айтып шығып тұр, аузына киімін саған қайып керек деп маған. Сіз кім? Сіз қайып деген екен ол? Неге? Жақсы бізге айтыңыздар бетімізге. Неге кім? Ол кісілер кімдер? Қыздары? 2 қызы, сосын бір Азамат деген баласы. Енді қалғаны отырған, мана үлкен апам отыр, ана жерде алыстан кеткен. Сол апамның атамның қарындасы, ол кісі мыналарға айқайлап жатыр. жоқ, енді сабатып қойып ауылдан кетті ма ол кісілер? Иә, ана сабатқан баламен бірге келіп тұр. Біреу Махаттан келіп тұр, біреу Сағыздан келіп тұр, біреу Тассордан келіп тұр. Сонда сабаған норма деп тұр ма? Сен бұл бізге бәрі өтірік, мана басында кірді қой, бұл шал өтірік, сөзінің бәрі өтірік деп тұр ғой бір қызы. Қыздар айтып тұр ғой. Өзіне қаратып тұрайыншы. Соған айтқан, келіп айтшы деп. Сосын ол ағам алжасқан ақылынан деп айтшы деп. Сөйтіп айтып жүр бір-біріне. Айтшы деген, бірақ ол айтпай, манағыдай істеген ғой. Неге ұрдың десе, ұрған жоқпын деп. Бірақ полиция қараңдаршы аяқта төбелес болған тұр ол құрсын. Не мынау тәртіп, заңмен тәртіп қайда мына аяқта? Не болып жатыр? Полиция, не болады мына ішінде? Не болады мына ішінде? Сіз неге маған бір қарсы сөйлеп Апа, сіз ауылдан келдіңіз бе? Жоқ, мен осы қалада тұрамын. Мына ағаның қарындасының қарсысы. Енді ел айтып жатыр ғой, бұл кісінің іздеушісі бар ма? Бар, міне келіп тұрмыз ғой, неге жоқ іздеушісі, балдары бар, бәлем баласы бар. Сосын 2 қарындасы бар, тағы 3 қарындасы бар, 1 қарындасы үлкен енді 39 жылғы неде. Құлсарыда, Қазақстанда тұрады. Не айтасыз енді бұл жағдайға? Бұл жағдайға мен айтам ана баласына, мойныңмен істедің бе, қолыңмен істедің бе, мойныңмен көтер. Мойында өтірік сен ана бұлай бұлтақтама босқа. Ол істеген факті көрініп тұр ғой енді. Мойында мен айтам, сен бағалмайдың десең, мына балдардың бәрін шақырсаң қайтеді. Сосын айт, мен бағалмаймын, болдым. Десе біреу алып кетеді ғой ақыр. Сен өйтіп неге қорлайсың деймін, мен айтам болды. Соған мына ауылда жалғыз айқайласып жатсыздар ғой. Ана жалғыз қыз тұрады, ауылда жалғыз қызы.
Ол қорғаудың орнына жаңа шал алжыған, есіге тросимен жүреді, бәленде жалаңаш жүреді, қыртым шыртым деп бәле жауып отыр әкесіне. Әкесін қорғайтын жалғыз қызы, мына шағыздың басында тұратын. Сіз қарындассыз ба? Мен қарындасымын, иә. Сіздер немерелері да? Иә, мен ағамыздың қолында бәлен жыл оқыдық. Мен емес бір 10 шақты бала оқыдық. Мен оқыдым, мен інім оқыды. Ел жазып жатыр сөйтіп. Бұл кісінің қолын тәрбиесін бәлен көрдік. кісінің тәрбиесін көрдік. Әке жеңгемізбен бір ауыз сөзге келген жоқ. Ағамызбен ұрысып көрген жоқ. Төбелесіп көрген. Енді апам Енді 90 келгенде керек болмай қалды бәрі. балдар бір-бірімен кейбір балалар араласпайтын сияқты, иә? Араласатын шығар, араласады ғой енді. Енді неге алып кетпей отыр? Неге өйтіп ата-ана Ана бағам деп ана пенсиясына қызығып бөліп отырып бермей. Баққан түрі сол ғой. 15 мың ақша сұраған, соны бермейді, айқай шығарып төбелесіп. Қол аяғын скотчтап байлап, ана жерге бір күн қамады, 2 күн жатса өзі де өледі ғой, күн ыстыда, шөлден. бұрыннан сондай ма? Баласы әлде аяқ астынан сондай болып кетті ма? Қалай енді? Бұдан 3 жыл бұрын айқай шықты. Содан мен бардым, сонда разборка жасадық. 2-3 жыл болды, содан мен бардым, содан енді ойбай бағам үйтем деп қалды ғой, сонда да айтпаған жоқ осы. Енді одан кейін ана бір баласының қолында болды. Енді аға дедім, сол баланың қолында неге отыра білмейсің, бағып жатыр еді ғой десем, мынау сен ана балаға тиісетін көрінеді барып, менің ақшамда, пенсияны алып жатсың, сен байып жатсың деп. Сосын мында келдім дейді. Енді анада 2 күн жатса, қашып шықпаса өледі. Қазір біреудің үйіне біреу есігін ашпайды ғой, бармайды. Неғып жатқан кім білсін? Білмейді ғой. Ол намерениесі сол. Сіз немересіз ба, келінсіз ба? Немересі қолында өсті, шалды қолында өсті. Сол жақта ауылда өстіңіз, иә? Ана бір жыл Ағынет деген баласының қолында тұрды ғой, соның мен үлкен қызымын. Мен сол именно осы немере, бүткіл немеренің ішінде, соның бауырында, ата мен әжемнің бауырында өскен атамын. Басқа немеренің бәрі түгіл, ата әже дейді, папа мама дейді. Мен әке шешемді апа тәте деп келдім. Жаным ашығаннан мен осындай, осы істі бастаған мен керек болатын болса. Қиын екен, иә, ағайындар, иә? Бір-бірімен. Ауызбіршіліктері жоқ болып тұр ғой, сонда да, апада ауызбіршілік болып. Менің әкем тек күйінгеннен тек әзері отыр, тек өзін ұстап тек болды. Ақылын тек ақылға жеңдіріп. Қазір білесіз ғой, Қытай түртсе заң. Олар араласпайды бір-бірімен. Араласпаған. Кешірмейді, бұндай кешірілетін іс пе мынау? Кім айтады кешірілмейді бе? Ана бір баласы, ана қызы, ана мақатта тұратын бір қызы. Кешіресіз, кешірді. Енді бұндай іс кешірілетін іс емес қой, бұл кешірілетін. Сілкініп баратыр. Жұрт деген әкесі 90-ға келіп қуану керек. Айта мәз болып, әкем бар деп. Елді жылаттыңыздар. Мынау сіздер үндемей бәрін жасырып келіп, ең соңында бүкіл жасырғанда емес бұл жерде көріп тұрсыз ба? Қорқып қой. Ят қой, қоршыншы, айналадан ят қой, ағайынан ят. Ят деген бола ма аталарың қорлық көріп сұраңыз. Мамыр деген үлкен ұрпақ ол деген. Иә, ата-ана айтып жатыр, бұл өте керемет адам болған, осы кісінің қамқорлығында болдық, тәрбиесін көрдік деп ел жазып жатыр. Бәрімізді оқытты бәрі. Иә, атаны көбі мақтап жатыр, астында дейді. Бәлен совхозда техник басшысы болған, механик болған, бәлен жыл жұмыс жасаған адам. Қалайша бұндай күйге Енді бәріңіз де жазып тастамадыңыздар ма арызды енді? Бәрін Бермеймді, қол аяғымды. Ағайын туыстар, мынау қарғысқа ұшыраған адамның ісі негізі. Кавказдықтарға қатты қызығам. Ол әке шешесін ұру, сыйламай қою, айтқан істемей былай тұрсын. Айдаладағы біреудің әке шешесі немесе жасы үлкен кісіні көрсе, орнынан тұрып құрметін көрсетеді. Ағайындар, қазаққа не болды соншама? Қазаққа не болды? Бүкіл әлемге масқара болдық қой. Қатты сыйлаймын кавказдықтарды осы үшін. Үлкені ол 1 жас бола ма, 2 жас бола ма сыйлайды. Ал енді қария кісілер, әкейлер болса, оларды кәдімгі әлпештеп орнынан тұрып, ол милициясы да сондай екен де олардың. Ағайын, қазақ деген осындай мұсылман халыққа не болды ағайындар? Ғалымдар әке шешесімен отырып тамақ ішкен кезде өте сақ отырады екен. Себебі менің анам немесе әкемнің көзі түскен тамақты жеп қойып ақысына кіріп кетем ба деп қорқып алаңдап отырады екен. Абу Хурайра бір 2 кісіні көріп қалып, мынау кім деп сұрайды. Сол кезде мынау әкем дейді, сонда айтады, әкеңнің атын атама, алдың кеспе және одан бұрын ешқашан отырма дейді. Пайғамбарымыз қияметте мына 3 адамның дейді тілегі қабыл болмайды. Олардан парызда, нәпілді де Алла тағала қабыл етпейді дейді. Кімнен? Біріншісі ата анасын тыңдамай қойған адамнан дейді. Ата анасын
тыңдамай қойған адамнан, ағайындар әке шешесін ұрған емес, тыңдамай қойған адамнан Алла тағала парызды нәпілде, оның ешқандай амал қабыл емес. Тіпті шариғатта білесіздер ма, нәпіл намаздар оқып тұрған, ол сүннет намаздар оқып тұрған адам болса, егер әкесі шешесі шақырып қалса, намазды үзу керек. Намаз үзу керек, себебі әке шешеге жауап беру парыз, ал сен нәпіл амал, қосымша амал орындап тұрсың. Сондықтан ағайын туыстар, әке шешенің орны ұлы, тілегі қабыл. Алла мен ол кісілердің тілегінің арасында ешқандай перде жоқ. Мынау жақсы емес. Бұл өткенде де біреу шықты, енді тағы біреулер шығып жатыр. Бұның барлығы біздің халықта систематичный бір проблемалар бар екенін білдіреді. Біз Алланың дінінен алыстап баратырмыз деген сөз. Құрттай дейді әлі оңмаған, мен көзім неткен. Ата өзінің заттарын спискін жазып қойған, бір қате жоқ ішінде, бір грамм қате жоқ. Ата сені бәрі қарап отыр, ел сәлем жолда халқыңа. Сені қолдап отыр бәрі. Бәрі қолдап отыр. Кімге сәлем айтайын? Осылай айт, мен салып қоям сосын. Халқым сәлем. Енді мына ауылға айтпасам, ауылдағы жолдастарым, ағайын тума, жегіраттарым, бәрі де енді мені көріп отырсыңдар ғой. Мынау құртта жетім шал енді асыраузан кәгір. Рахмет, барлығыңда құрмет көрсетіп атқандарыңа. Дендерің сау болсын енді. Мынандай мендей қорлық көрмеңдер. Аман болыңдар бәріңде. Жақсы. Ачоң көрсетші, ачоң атаға. Піштірді ата. Ачоң көрсет атаға. Піштірді не? Жаңа 2 сағат сайын келіп ұрады, сағат 1-лерде келіп маған свет жағып қойып алдыма отырды, мына қағаздыма. Маған жаңағы нелерін көрсетеді жаңағы. Мұндан тіс тоғыларын бітірген Насыраудан. Сосын жаңағы милтейске бітіріп келген Алматыдан. Соны көрсетеді, көзілігімді әкел, көрмей есілмен көзілігімді әкеліп, болдым деп бейт қойып едім. Уақытта маңдайымнан менің қайлап жаңағы ұру үшін жаңағы мына жерден дипломын әкеліп тұр ғой. Маңдайымнан оқысат тұрып бірде. Есімнен танып қалардады мен, сол осырым ғой енді. Неге сізді үйтіп қорлап отыр ата? Енді қайтесін жаңағы мені өлтіргісі келді ау деймін, ана біздің жаңағы ана Қызылқоғыр айындағы болған оқиға бар ғой, 4 адамды өлтірген. Соғыстатып мені өлтіргісі келді. Таңертеңнен Жозефина 10 күнге қамалды дейді. Соған орай мен әйел қауымына сұрақ қойғым кеп тұр. Осығанға дейін мен Жозефинанікі дұрыс емес деп видео салған кезде, өсекші, аузың жапсын, нең бар сенің қыздарда? Бәлкім ол кезінде қатты қиналған шығар, қатты стресс алған шығар дейсіздер. Жарайды, стресс алсын, может қиналған да шығар. Бірақ та адам егерде қиналатын болса, мен анаумен жаттым, мен мынаумен жаттым, мен аларды ажырастырып жібере аламын, осындай істей аламын, мен мынаумен жатқам деп мақтаныш қылып бүкіл Қазақстанға айту керек пе еді, айтыңыздаршы. Бұл мүлде қиналған адам емес. Бұл адам жай ғана менің ойымша хайыптың атынан қатты жүгіріп, намыс пен арды ұмытып, мені әкем де зорлады деп тағы да артық кеткен болатын. Содан кейін оның әке шешесі оған жалған ақпарат таратты деп заявление жазды. Сосын ол қазір 10 тәулікке қамалып отыр деймін. Сондықтан да осылай ерсі қылықтарды эфирде тым артық кететін адамдарды өстіп заң бойынша қудалауда өте дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазір тағы да женский солидарностьпен ой, сен андай мындай десеңіздер де маған бәрібір, өйткені мен шындықты айтып отырмын. Ал шындық ащы болады. Всегда өтіріктің тәттісімен өмір сүре бермей, шындықты да қабылдай білейік ағайын.